денсаулық үшін алып қояйық деп айтуға болатын жалғыз сусын зәм-зәм. Қолыңа арақ ұстап денсаулық үшін ішсең, бауырыңды құртасың. Достарыңмен қосылып, достық үшін ішсең, артынан мас болып достарыңмен төбелесіп кетесің. Яғни арақ пен дұға қабыл болмақ түгілі кері әсерін береді. Ал зәм-зәмді қандай ниетпен ішсең, сол ниетіңе жетесің. Дұға тілесең, дұғаң қабыл болады, шөлдесең, шөліңді басады. Ал ол сусынның неге ондай қасиетке ие болғанын білгіңіз келсе, видеоның соңына дейін көріңіз. Сатып пайда тап, сата алмасаң ақшаңды қайтарамыз. В общем, никак минусқа кетпейтін вариант болып тұр ғой. Билав Қазақстандағы жалғыз КМДБ халал сертификаты бар тіс пастасы. Бізден бір қорап тіс пастасын аласың, сатқан пайдаң өзіңдікі, саталмаған тауарларының ақшасын төлеп өзімізге қайтарып аламыз. Артықшылықтары 100% халал, зиянды қоспасыз, өте тиімді баға. Заводтан тікелей келген бағамен аласыз. Қысқасы, бұл нұсқаға ешқандай отмазка айта алмайын деп тұрсың ғой. Сондықтан төмендегі нөмірге хабарласып, толық ақпарат алып бізбен серіктес бол. Ибрахим пайғамбардың Сара деген әйелі болады. Екеуі бақытты ғұмыр кешіп жүреді. Бірақ Ибрахим пайғамбар Сара анамыздан бала сүйе алмайды. Сөйтіп Сара анамызға қанша қиын болса да, өзінің қызметшісі Ажарды Ибрахим пайғамбарға екінші әйел қылып алуды ұсынады. Сонда Сара анамыз өте ақылды, дана болып тұр ғой. Өзінің нәпсісін емес, пайғамбардың ұрпағының тарағанын көбірек қалап тұр да. Ибрахим пайғамбар келіседі. Сөйтіп Алланың қалауымен Ажар анамыздан Исмаил атты ұл туылады. Ақыл қабылдап тұрғанмен әйел заты болған соң қызғаныш сезім болады ғой. Біз айтатын күнә қызғаныш пен әйел адам қызғаныш екеуі екі бөлек дүние. Кез келген адам сезімі кейде күнә, кейде сауап болуы мүмкін. Мысалы, қызғаныш. Әйелін қызғану негізі сауапты іс. Себебі әйелін қызғанбайтын еркек жәннатқа кірмейді. Ал зорлық, зомбылыққа ұласып кететін болса, ол күнәлі іс. Сөйтіп Алладан әмір келіп, Ибрахим пайғамбарымыз өзінің әйелі Ажар мен баласы Исмаилды қазіргі Меккедегі Қағба тұрған жерге алып барады. Ол кезде қала да жоқ, Қағба да жоқ, жапан дала. Құс та, адам да мекен етпейді. Өте ыстық, ештеңе жоқ. Ажар анамыз түсінбей, бұны саған Алла бұйырды ма деп сұрайды. Қараңызшы, Ажар анамыз пайғамбар кез келген нәрсені Алланың бұйрығымен ғана жасайтынын түсініп тұр ғой. Ибрахим пайғамбар Алланың бұйрығы екенін айтады. Сонда Ажар анамыз, Алла бізге бұйырса, Алла бізге жетіп артылады дейді. Сонда Ибрахим пайғамбар кішігірім шатыр құрады, біраз уақытқа жететін азық-түлікті қалдырып, сендерді Аллаға тапсырдым деп кетіп қалады. Жүрегі ауырса да, қатты уайымдаса да, Алланың бұйрығы болған соң осылай істеуге тиіс болды. Бұны Алла бір азаптайын деп, қинайын деп жасатқан жоқ. Болмаса Ибрахим пайғамбардың екі әйелінің арасында бір кикілжің болып кетпесін деп емес, бір даналықпен осылай әмір етті. Себебі бұл жерде адамзат тарихындағы ұлы оқиғалар орын алайын деп тұр. Ол жайлы алдағы уақытта иншалла айтатын боламыз. Сөйтіп Ажар анамыз бен емізулі баласы Исмаил өмір сүреді. Айналада олардан басқа ешкім жоқ. Уақыт өте келе азық-түлік бітеді, бала ашығады. Ажар анамыздың өзіндегі сүті де таусылады. Исмаил бір сәтте шыңғырып өте қатты жылайды. Ажар анамыз не істерін білмей жақын жерде тұрған бір тауға жүгіріп шығады. Ондағы мақсаты керуен кетіп бара жатса, жақын маңда адамдар болса солардан көмек сұрау ғой. Ешкім таппаған соң 450 метр қашықтықта тұрған екінші тауға жүгіріп шығады. Ол жақтан да ешкім таппайды. Адам баласы жоқ. Не істерін білмей Ажар анамыз екі таудың арасында жүгіре береді. Күн шақшиып төбеден түсіп тұр. Бір кезде су көрінгендей болады. Көрінген жаққа жүгіріп барса, жай ғана елестеген сағым болып шығады. Сөйтіп екі таудың арасында 7 рет жүгіреді. Бір сәтте Ажар анамыз ана жақтан бір жылап жатқан Исмаилдың жанынан су көрінгендей болады. Тағы да бір көзіме елестеп жатқан шығар деп, сонда да сол жаққа барады. Сөйтсе, Исмаил жылап, өкшесімен жерді теуіп жатқан жерден су шығып жатыр екен. Ажар анамыз бұл Алланың нығметі екенін бірден түсінеді. Сөйтіп, қолымен жерді қоршап, зәм-зәм деп айта бастайды. Зәм-зәм деген сөз жинал деген мағынаны білдіреді. Енді су ағып кетпесін, жерге сіңіп кетпесін деген оймен солай айтқан шығар.
Сөйтіп сол жерден су іше бастайды, су ішкен сайын орны тола береді, таусылмайды, не асып тасып кетпейді, не тартылып қалмайды. Енді қазір зерттеу жүргізіп жатыр ғой, ол жерден күн сайын мыңдаған литр су алынса да, бір деңгейден не көтерілмейді, не түспейді екен. Неге десеңіз, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам хадисінде Ажар анамыз сол суды зәмзәм деп айтып жинамағанда, ол су ағып өзенге айналатын еді дейді. Яғни зәмзәм жинал деген дұғасы бірден қабыл болған екен. Себебі ол қазіргі Мекке қаласының орны, Қағбаның дәл жаны. Бірақ ол кезде Қаба жоқ, жапан дала. Сөйтіп, сол маңайдан бір керуен өтіп бара жатып, ұшып жүрген құстарды байқайды. Бұрын соңды ол жерден құс көрмеген адамдар, енді құстар су бар жерде ғана ұшады ғой. Барып көрейік. Неге құстар ұшып жүр екен дейді. Барса, Ажар анамыз бен сәби Исмайыл отыр, жандарында зәмзәм су ағып жатыр. Бұл бекер емес деп қастарына жүгіріп барады. Барған соң мән-жайды сұрасып, болған жағдайды естіп, бұл әйел де, бала да берекелі. Біз осы жерге тоқтаймыз деп, осы маңайда керуен адамдар тұрақтайды. Олар Журхум деген йемендік тайпа еді. Сол жақта өсіп өніп, қазіргі Мекке қаласының алғашқы тұрғындарына айналады. Кейін сол зәмзәм шыққан жердің маңайына қасиетті қағба салынады. Ол туралы алдағы шығарылымдарда толығырақ баяндаймыз. Бұл оқиғадан не түсіндік? Біріншіден, Ибрахим пайғамбардың тәуекелі мен Ажар анамыздың иманы үшін Алла оларға үлкен береке нәсіп етті. Біз де өмірде иманымызды арттырып, дұрыс тәуекел ете алсақ, Алла біздің де берекемізді арттырып қояды. Екіншіден, Ажар анамыз Исмайыл жылағанда, енді Алла бізді осы жерге алып келді ғой, өзі жәрдем береді деп күтіп отырмады. Екі таудың ортасына жүгіре берді. Жалпы жүгіру деген әрекет жердің астынан су шығаратын әрекет емес қой. Бірақ қол қусырып отырмаған үшін Алла жәрдемін берді. Негізі адамдар әрекетті бағаламайды ғой. Мысалы, сен бір емтиханға қатты дайындалып, 20 балл алып қалсаң. Ал екінші біреу мүлдем дайындалмай барады да, көшіріп 100 балл алады. Ал әке-шешеңе түсіндіріп көр. Мен дайындалдым, солай болып қалды деп. Оңай емес түсіндіру. Какая разница дайындалғаннан, егер соңында 20 балл алсаң? Дұрыс па? Адамдар сөйтіп айтады. Ал Алла нәтижеге емес, қаншалықты тырысқаныңа қарайды. Өзі ақырет күні бір пайғамбарлар келеді екен, артынан мүлдем адам ермеген. Бірақ олар жәннатқа кіреді. Неге? Себебі тырысты. Қолынан келгенін жасады. Өткенде Нұх пайғамбарды айттық қой, 950 жыл уағыз айтты. Шамамен енді бір 100 жылда артынан бір адам еріп отырды. 100 жыл емес, 100 күн контент жасап, бір подписчик қосылмаса, контент жасауды қойып кетесің ғой. Ал Нұх пайғамбар олай жасамады. Сондықтан да ол жәннаттық болады. Сондықтан достар, нәтиже болуы мүмкін, болмауы мүмкін, бірақ біз әрекет етуді ешқашан тоқтатпауымыз керек екен. Бүгінгі айтқан сөздер маржан болсын, жақсы сөз қалай ғана арзан болсын. Қолыңа стакан ұстап тілек айтсаң, ішінде әр кез оның зәмзәм болсын. Зәмзәмнің шығу тарихы осындай. Я Раббым, осы видеоны көріп, пікір қалдырған әрбір оқырманыма екі дүние бақытын нәсіп ет. Жүрегінің түбіндегі уайымын қуанышқа айналдыр. Әмин. Пікір білдіріп, лайк басып, тіркеліп кетіңіз. Көп лайк жинаған комментарийға 5 литр зәмзәм сыйлыққа. Толық ақпарат төменде.